дейді ұмыт кетті. Еш кіргізді ма сені? Ярлин сен 8 ала алмай қалған шансы бар екен ғой мына жерде. Негізі ент-ні приоритетке қоймаймын. Но если что, вдруг тапсыратын болсам, ағылшын таңдап 50 балл уже дайын тұрады. Celebrity we have here. Glasgow, oh my god, guys! Glasgow топ 100 университеттердің қатарына кіреді. Меня полностью разобрали, полностью меня уничтожили бар ғой. Сол жерде барлық қателерімді көрсетіп. Өзі бізде қазақтарда бар ғой, көз тиіп кетеді деген 14 күнде 14 эссе жазды достар. 2 апта чисто IELTS-қа дайындалдым. Мектептегі мұғалімдерге айттым, апай көрсете тұрыңызшы, пожалуйста, мен IELTS тапсырып алайын, сосын сіздің сабағыңызды оқимын дедім. ChatGPT-ді алдап, кішкене жүрдім да, бірақ өзімді алдамадым, самое главное. Апай жетіп қойған, рейтинг қылмаған 5,5 қойған. Oh, wow. Сол мен ең үлкен қателігім, андай жалқау оқыды. И IELTS-қа бүйтіп серьезно қараған жоқпын. You're not going to give your opinion there. It's just like, you know, stating the facts, yeah? It's just stating the facts. Yeah. Сен 9-ды тексеріп, соның көшесіне хотя бы 7,5-8-де бітіресің. На фон қойып қоятын да, анау фонға қосып қоймыз блок класс ойнап отыратынмын. Бір ғана түрін мастерить етпей, барлық түріне қарап шыққан дұрыс. Ал speaking отчасти тестіне экстраверт алған негізі. Listening-то ыңғайлы. Әркімде өзінің наушнигі болады. Тұрам жазып аламын ана сөздерді, күшті райтингті пайдаланамын, жазып алам. Ризинг бітеді, мен қағазын тартып алып, бүйтіп маған қарайды, анау жүрген адаммен бүйтіп бетіне қараймын. Даже бұл прикиньте, Эйнштейндардың өзінде болған синдром. Why am I taking this test? Why am I taking IELTS? Why do I need it? Hello, this is your speaking test. I'll be your IELTS examiner. Can you please tell me your full name? Could you please show me your ID? Я ID забыл. ID-ді ұмыт кетті? Еш кіргізді ма сені? Короче, мен басында listening-ді тапсырғам, speaking тапсырғам ғой. Сонымен сол жерде сейф тұрған, мен сол жерде ручкамды, ID-імді тастап қойғанда, сонымен экзаменаторға ештеңе жоқ кіремін да, отырам да. Анау мынау сосын, can you show me your ID please дейді. Мен сол жерде. Ана жаққа қараймын, қалтам қараймын, экзаменаторға күліп маған қарайды да. Ана қолында түсіретін не бар ғой, аппарат бар ғой, типа записывать ететін соны өшіреді да. Мен жүгіріп шығамын ғой, филиалда жүгіріп, ана жерде адамдар уже reading партта очередьте тұр, солардан созып кіріп ана жерде ключпен ашып бір ID-ні әкіремін ғой. Сенде офлайн болды ғой, иә? Офлайн болған. Капец повезло. Мен өзім IELTS тапсырған кезімде біздіке кіргізбей қойған бір баланы ID болмағандықтан. Но вообще кринж история болған ғой. Ярлин сен 8 ала алмай қалған шансы бар екен ғой мына жерде. Тағы сендерде қандай бір кринж историялар болды ма? По сути нет. Паспорт не забывала, қалтамда ұстап жүретін всегда. Мен даже анау неге кірдім ғой, рейтинг картқа. Ярлин сияқты ондай емес. Компьютермен тапсырған, бүйтіп салып қояды да кармашкаға. Бүйтіп салдым, проверяли, и потом мен айтып алдым да, қайтадан қалтама салып қойдым. Потом ко мне подходили, типа, картаны қаяқта деді, ну вот, ну положите деді, сосын, а мне было стрёмно ойған қалдыруға. Менде кринж история сол спикингта болған, когда анау спикинг экзаменер акценті бір индийский ма, пакистанский ма, білмеймін, түсінбедім. И анау мне спрашивает, do you like chocolate дейді. Потом мен түсінбеймін, чөзі слово деп қоямын, еще. Do you like chocolate деді ма? Chocolate дейді, потом оңай сұрақ қой. Бірақ андай yes or no деген мен айтайын ба деп қоймай қоямын. Еще ең басында мен брокколи ма деп ойлап қоямын. Сосын брокколи туралы айтып бердім. Вау, еще айтып бердің ба? Айтып бердім бір асығып. Но мне кажется, содан мені сапсат бар ғой. Не депсің? Chocolate деп айтпағам. Chocolate деп айтқан кезде токут дейді. Токут деген андай тофу ма бір сондай ойладым ең басында. What color is chocolate? Green дейді. It's vegetable деп айттың ба сонсың? Жоқ, короче, сөйтіп, мен сол туралы айтқан кезде не деп айттым? Қалдым білейін. Положите сен vegetable ретінде жауап бердің ба? Vegetable туралы жауап бердім. Ана ойлаған Ой, түсінбеді, маған қарап тұрды. Потом келесі сұраққа кетіп қалды енді, сосын. Ең оңай сұрақ еді ғой, неге қателесті деп тұрған шығар? Негізі менің карточкам өте оңай болды, тек қана тамақ туралы болды. Деймін, сол тамақ туралыдан қателесіп тұрсың ба? Чоколаттан қателесіп тұр ғой, мысалы. Негізі жалпы түсініп тұрған шығарсыздар біздің не талдап отырғанымызды. Hello everyone. Біздің подкастқа қош келіпсіздер. Джизингтің кезекті подкастына. Сіздермен бірге осында IELTS тапсырған біз Джизинг студенттерін алып келдік. Және де сіздермен бірге Мисс Пал, барлығына сәлем. Бүгінгі біздің шығарылымда біз сіздермен бірге осы IELTS-тың қыр-сырын талқылайтын боламыз. Жалпы біздің студенттердің арасында ең алғаш біздің курста IELTS тапсырған бар, ең жоғарғы балды жинаған бар, және де жалпы әртүрлі мақсатта IELTS тапсырған студенттерді сіздерге осылай жинап келіп отырмыз. Сіздерге пайдалы подкаст болады деген үміттеміз. Давайте бірінші сіздерді таныстырып өтейік. Кім сіздер, жалпы жастарыңыз нешеде, мектепте оқисыздар ма, университетте оқисыздар ма, және де сразу IELTS балдарыңызды айтып өтейік. Давайте сол IELTS-тарыңыздан қанша алдыңыздар айтып өтейік. Давайте сізден бастайық.
Сәлем бәріне, мен есімім Жанеля. Мен осы Джузеңктің IELTS курсының бірінші потогының студенті боламын. Және де осы приз болған IELTS-тың бағасын төлеп беру, соны ұтып алғам. Сосын тапсырып, алғаш тапсырып 7 балл алғанмын. Джузеңктің арқасында көмегімен. 7 балл? 7 балл. Және де одан кейін мен осы компанияға жұмысқа шақырды. 4 айдай жұмыс жасадым. Одан кейін белгілі бір себептер бойынша супер. Прям жолыңызды ашып берген екен ғой, иә. Біздің Жанеля біздің осы IELTS потогының ең алғашқы студенттерінің бірі, және де ең алғаш бізде IELTS тапсырған студент болғандықтан осылай 7-де 0 балл алып тұр. Бірінші тапсырдыңыз, сонда сіз IELTS-ты? Иә, бірінші IELTS тапсырғаннан 7-де 0 алып отыр. Келесі. Бәріне сәлем, менің есімім Амина. Мен Juz English'та Upper Intermediate және IELTS потоктарында оқыдым. IELTS потогын бітіргеннен кейін 2 айдан кейін IELTS тапсырдым, сөйтіп 7-де 0 балл алдым. Болды. Мен жасым 16-да, бірақ IELTS тапсырған кезде мен 15-те болғанмын. Иә, яғни бізде ең жас IELTS тапсырушы деп айтсақ болады, 15 жасында тапсырды. Және де мектепте оқисың қазір, иә? 10-шы сыныпта оқисың, иә? Супер. Келесі, our star of the show, our Insta star, Insta celebrity we have here. Hello, менің атым Ярлин, 11-ші сыныптамын. IELTS-ты 1 айдай бұрын тапсырдым, жалпы 8 бірінші трайдан. Осы Джузеңктің 4-ші потогында оқығам, 2 айдай бірінші тек қана IELTS курстарында сол. Иә. Біздің енді мен ойымша Джузеңкті ұзақ уақыт бойы қарап жүрсеңіздер, Ярлинді танисыздар. Ұзақ уақыт емес, даже 1 ай қарап жүрсеңіздер, Ярлинді танисыздар. Иә, шынымен бірінші тапсырғаннан 8-де 0 балл алды. Қазір алдағы уақытта секреттерін сұрайтын боламыз. And our last member of the podcast. Бәріне сәлем, мен есімім Қазол Жадыгер. Мен жасым 16 жаста, және мен Juz English'та Intermediate, Upper Intermediate және IELTS-қа дайындалғам. IELTS бағам 6-5, және мен қазір 140 балл оффта оқимын. Жалпы сонда ОБТ үшін тапсырдың, ОБТ үшін тапсырдым. Жадыгер мен өзімнің жеке оқушым. Жеке деген қалай кетті, мен де оқыған. Мен собственнигім деген жақта айттым ғой. Жалпы интерда бірге оқығанбыз. Жалпы мына жақта көріп тұрғандарыңызда 1 экстраверт, 4 интроверт жиналып алған. Сондықтан this is going to be a very interesting podcast. Okay guys, енді сіздердің балдарыңызға танысып өттік. Барлықтарыңыз бірінші тапсырдыңыздар, 1 рет тапсырдыңыздар. 1 реттен осындай балды алып отырса 7-де 0, 7-де 0, 8-де 0, 6-да 5. Бірақ тапсырған мақсаттарыңыз әркімдікі әр қалай. Енді давайте, не үшін IELTS тапсырғандарыңызды сұрап өтейік. Не үшін жалпы сіздер IELTS тапсырдыңыздар? Осы неде? ОБТ үшін, иә? Қателеспесем, мен естідім сен андай, маған 6-та 5-те жетеді деп айтқансың, иә, сен вроде? Кірген кезде солай болған. Бізде мок болған ғой, кірген кезде, сол жерде 6 алғам, сол жерде ойланып қалдым, кірейін ба, кірмейін ба? 6 жетеді ғой, негізі ОБТ-ға 50 балл қосу үшін. Сен сонда мокты тапсырып, 6-та 0 алдың, мен курсқа қатыспайық, тапсыра берсем болады деп ойладың, иә? Вау, қалай, иә? Вот қазір қалай көрдіңіздер ме? Дайындықтың арқасында 8-де 0 балл алып отыр. Яғни ОБТ үшін жалпы. Сол мен де бас мақсатым ОБТ үшін, таңдау пәндерімді таңдау. Сол енді 6-5 арқасында 50 балл алып тұрмын. Сонда наурызда сіз уже ағылшын тапсырған жоқсың, иә? Сен вообще тек қана дж-ті, сол 4 пәнді ғана тапсырдым. Супер. 50-де 50 балл алу негізі ағылшыннан өте қиын. IELTS-сыз күшті шешім қабылдандыңдар, достар. Келесі, Амина, сен не үшін тапсырып жатсың? Мен IELTS-ты негізінде шетелге түсу үшін тапсырдым. Келесіде тағы тапсыратын боламын алдағы уақытта, себебі 7-де 0 дейтін балл маған аз. Вот дальше буду сдавать. Негізі ент-ні приоритетке қоймаймын. Ну, если что, вдруг тапсыратын болсам, ағылшын таңдап 50 балл уже дайын тұрады. Иә, қазірдің өзінде бар, негізінде уже. Тапсырмай ақ қойсаң да, ОБТ-ға тапсырам десең де, уже сен 50-де 50 алып тұрсың. Яғни, бірақ көрдіңіздер ме, мақсаты басқаша, уже сен ең алғашқы тапсырғаннан, мен ойымша, бірден тапсырғаннан жоғары балл алу, ол бір лотерея сияқты болып қарастырылады, иә? Яғни, жоқ, ол лотерея дегенде сен тупой болып тұрсаң да 8 алып кетесің деген емес, ол жерде. Сен білімді болып тұрып 8 алуың мүмкін, немесе 7 алып қалуың мүмкін деген сияқты да. Содан екінші тапсырып көр. Қашан тапсырып көргің келеді сен? Примерно август-сентябрь. Август-сентябрь, окей, great. Жанеля, сіз не үшін тапсырдыңыз? Менде бірнеше себеп болды. Біріншісі сол шетелге түсу. Так как универде 3-ші курс болған ол кезде. Бірінші сол шетелге оқып келу академиямен, екіншісі неге? Магистратураға 1 жыл қалған. Соны алдын ала ойлап IELTS тапсырдым. Одан бөлек
бізде практика болатын. Мені РФМШ-ға жіберетін болды. Сосын ана жерде бәрінде IELTS бар, бәрі мықты, студенттер сияқты бәрінде уже IELTS бар деп айтқан соң, вот уже қимылда бастау керек деп ойладым да. Ұялмай мұғалім болу үшін алдарында. Супер. Академияны оқып келдіңіз ба? Академия. Қайда оқып келдіңіз? Түркияға. О, күшті. Анкарада? Иә. Вау, Анкара деген студенттердің отаны ғой негізі жалпы астанасы болғандықтан. Вот Европаға бір документтер болмай қалды, дұрыс. Содан Түркияға. Яғни академия кету үшін міндетті түрде IELTS керек болды, иә? Иә, енді көп студент қой. Барлығында компетишн мықты ана жерде, сол үшін хотя бы IELTS болу керек. Ясын, IELTS-ың балың болса, сенде шанс жоғарырақ болады, иә? Иә. Супер. Магистратураға қазір тапсырып бастадың ба уже? Иә, уже бастадық. Документі подавать етіп, енді сол қазір болашақ несін алу керек. О, сен уже шақырту алып қойдың ба? Иә. Давайте достар құттықтап қояйық. Қай университеттен шақырту алдың? Бостон, Америка. Вау. Англияда. Англиядан алдың ба? Яғни Англия дегенде UK-дан университеттің аты Глазго. Глазго, oh my god, guys! Глазго топ 100 университеттердің қатарына кіреді. Сен сонда болашаққа осы Глазго тапсырайын деп жатсың ба? Бірақ енді жоқ, ол жерде маған болашақтың несі керек, результаты керек. Сен уже болашақты күтіп жатсың ба? Тапсырып қойдың уже болашаққа, иә? Енді тапсыру керек. Енді тапсырасың ба? Жоқ, қай университетпен тапсырасың? Бостонмен тапсырасың ба? Глазгомен тапсырасың ба? Бостон, probably. Бостон ба? Oh my goodness, guys, Boston University, Glasgow University барлығы топ университет, құттықтаймын. Бір IELTS-ты көрдіңдер ме? Бір IELTS-тың арқасында солай керемет болып жатыр. Иә, көптеген мүмкіндіктер. Практикасын жауап берген сол не. Академиямен шетелге бір рет оқып келген, неше магистратураға бір IELTS тапсырып, соң осының бәрін жасап жатыр. Бұйырса түсіп кетіңіз, түсіп кетсеңіз, енді сізді мақтанатын боламыз біз. Супер, өзім ондай деймін. Мурашка болып кетті, мен бұл информацияны білген жоқпын. Ешкім білмейтін нашары негізі. Міне эксклюзив біздің подкасттағы. Супер. IELTS-ты да айтпағам ешкімге. Ешкім айтқан жоқсың ба? Өзі бізде қазақтарда бар ғой, көз тиіп кетеді деген, тапсырып болғаннан кейін ғана результат көрсететін. Супер. Енді мақсаттарын біліп алдық. Шетелге оқуға түсуге әртүрлі мақсаттар екен, бірақ мен ойымша бәрімізде бір ортақ мақсат, бір оқу ғой бәрібірде, иә, мына жақтағы. Және де енді давайте қанша уақыт осы дайындыққа кетірдіңдер, жалпы в целом алған кезде. Және де қалай бастадыңдар, қашан бастадыңдар, соны айтып өтсеңдер, жалпылама. Мен ағылшынды 7 сыныптан бастап оқуға бастағам. Сосын 7 сыныпқа дейін 3 жыл оқыдым. Сосын короче, уровенім аппер интермедиатқа жеткіздім да. Сосын қалып кетті 2 ай бойы, сосын ағылшын ұмытып кеттім. Ағылшын ұмытып болды негізі. Уақыт ұмытып кетіледі. Сосын қайтадан Дюзингушқа тіркелдім. Дюзингушта мен ағам Дюзқұртта оқиды ғой. Сол Дюзқұрттан сосын Дюзингушқа тапсыр, сол жақсы деді. Сосын короче Дюзингуш не істедім. Сол өкінбеймін Дюзингушқа кіргеннен, өйткені Дюзингуш андай жаңа мақсат, мүмкіндік, бәрін ашады. Сосын сөйтіп осылай. Получается, сен уже сол Дюзингқа келген кездегі мақсатың IELTS тапсыру болып келді ма? IELTS тапсыру болып келді. Сен бізде интер-апперді оқыдың, сонда сол кезде уже IELTS-қа дайындалып жаттың, иә? Күшті айтты негізі, IELTS ағылшынды ұмытып кетуге болады деп. Көп адам осыны ойлайды да, мен 10 жыл бұрын ағылшын оқып алған болды жетеді деп ойлап жүреді. Шын мәнінде, if you stop learning, it starts going back, иә? Шынымен де ұмытылып кете береді. Кез келген тіл сондай ғой. Супер. Сонда сен жалпы қанша уақыт арнадың сонда сен жалпылама IELTS дайындалуға? Так, IELTS-қа негізі мен мақсатым сол 10 сыныптан бастап мақсатым IELTS тапсыру болғандықтан мен сол 10 айдай IELTS-қа дайындалдым ғой негізі. Вау, супер. Яғни ол андай көп адамдар тез алғысы келеді ғой негізі, андай болды мен там тез бір айдың ішінде жетіп алуым керекпін деп жатады да. Реально күшті, андай break by break, кірпішпен құрастырылып қалған болып тұр, иә. 10 ай кетті жалпы. Супер. Енді бір ай емес, енді 2 ай 2 апта. Бірақ сен оны до этого вообще ағылшын ашқан жоқсың емес қой, сен бұрыннан ағылшын білесің ғой? Иә, главное сол болған. Просто менде ағылшын прям активный оқып андай көтеріп болған емес та, мен жай ғана ағылшынша контент потреблял, подкаст тыңдадым, қатты беріліп кетпегенде. Просто английский был. Күнделікті өміріңе қосып жүрдің сен, иә, солай, бірақ күнде активно емес, бірақ күнделікті өміріңде ағылшын болды. Я интернетте көп отырамын, интернетте полностью ағылшында. Вот реально шынымен достар, неде TikTokта просто отыра бергенше осылай интернеттен көп you need to have sources to learn English, yeah?
Супер, сонда 2 ай арнадың сен жалпы. 2 ай, Иә. 2 ай курс, 2 апта өзім дайындалған сол. 2 ай өзің 2 апта өзің дайындалдың, иә? Ол 2 апта керемет. Апайым, ой, бұл. Қинады ма сені апайың? Жоқ, наоборот, мен күндес жіберіп тұрғанмын ғой, короче. Айтты, типа, хотя бы 2 аптаң қалды, жазылып болдың уже, хотя бы 1 аптаға 1 есе жіберші дейді да. 14 күннің барлығын 14 есе жібердім ғой. Вау, Райтингтен достар. қатты қорқамын ғой, мен райтинг қиын ғой. Қанша алдың райтингтан? 6,5. Супер, бірақ сонда 14 күнде 14 эссе жазу, достар. Мен бұлай жасамағам, мен өзім IELTS тапсырған кезде мен 14 күнде 1 эссе жазған шығармын. Супер, көрдіңіздер ма қалай сила воли, power of will дейді ғой бұл жақта. Вау, күшті, супер. Яғни өзіңде түсініп, сен баста 6-5 жетеді деп тұрған бала қалай бұл 14 күнде 14 эссе жазады сонда? Не әсер етті деп ойлайсың саған осылай өзгеріп кетуіңе? Ну, мен апайыма 1-2 эссерімді жібердім. И меня полностью разобрали, полностью меня уничтожили бар ғой, сол жерде барлық қателерімді көрсетіп, 2 эссе жазсам ұқсас қателерді допускаю, потом сонымен түсіндім, надо браться за голову деймін да. В итоге бірақ IELTS-та мен өзім дайындалмаған эссе түрі шықты маған. Ойбой. Бірақ сонда да өкінбейсің, иә, солай көп дайындалғаныңа? Эссенің пайдасы көп болды негізі. Күшті, супер. Амина, сен? Мен негізі ағылшынды прям кішкентай кезімнен білемін. Мамам ағылшын тілі мұғалімі по профессии. И вот кішкентай кезімнен маған андай обычный базовый вещи, там цвета, машина, соларды үйрететін маған. Сөйтіп ағылшын тіліне деген махаббатымды ашты. Сөйтіп бастауыштан 5 классқа дейін мен активно ағылшын оқыдым. И 5 класста уже интермедиатты бітірдім. И апырға көшуім керек болған. Бірақ ол кезде карантин басталып кетті, локдаун, вот этот ковид. Содан кейін ағылшын қалды жайына. 6 класс, 7 класс мүлде оқымадым. Бірақ уровенім кәдімгідей сақталды, потому что до этого мен андай частный репетитормен оқығам. Он прям сильный болды да. Сөйтіп уровенім қалды. И плюс практика болды мектептегі. Уровень төмендемеді. Сөйтіп 7 классқа келгеннен кейін бітті 7 класс, 8 классқа келгеннен кейін мен ойладым, сестрам IELTS тапсырып атты, ойладым, вот я тоже хочу IELTS сдать. Сол кезде бірінші рет білдім да IELTS туралы. И вот мен қазір барып ертең тапсыра салам деп. А я же не знала, что андай тіркелу керек, оған дайындалу керек, структура андай. Просто ағылшын тілі емес та. Сөйтіп ол тапсырды, төмен бал алды сестрам. Содан кейін өзім кішкене біртүрлі болып қалдым да, ойладым, ол төмен бал алса мен қайтеді екем деп сөйтіп ағылшынға кірістім. Просто General English оқыдым. 8 класс, 8-9 сынып. Сөйтіп 9 сыныптан кейін мен июльда 100 Englishқа келдім. 11-де 0 upper intermediate оқыдым, сосын 3-де 0 вроде IELTS оқыдым. 100 English'та сөйтіп 4 ай оқыдым. IELTS-қа чисто вот тоже 2 ай 2 апта дайындалдым. Бірақ арасында 2 ай перерыв бар. Декабрьде бітті курс IELTS. Просто курстың тапсырмаларымен жүрдім. Структурасымен дайындалдым. Мисарайдың сабақтары прям полезный болды. Самые лучшие уроки на свете. Содан кейін демалдым 2 ай өзім, 1,5 ай. Сөйтіп вот IELTS тапсыру керек. Еще есімде анау типа IELTS тапсырған, IELTS курс біткеннен кейін 2 айдан кейін тапсырып нормальный бал алсам, что-то приз болады деді. 8 алу керек дейді, осымен тұрдым. Мен 2 декабрь бітірдім. 2 февраль уже срок өтеді да. Мен тұрамын да барып 1 февраль тапсырайын деймін. Сөйтіп тіркелем 1 февральға 14 или 15 январь күні тіркелдім. Межжанерке тіркеп берген. Сөйтіп тіркелдім. И вот вечером зарегистрировалась, и тұрамын да таңертең IELTS-қа дайындалайын деймін, кітапханаға барам, азаннан кешке дейін кітапханада отырам, оқимын, қараймын, дайындалам, анау материалдар бар, доступ курстың, соны оқып отырам, дайындалам. 2 апта чисто IELTS-қа дайындалдым, мектептегі мұғалімдерге айттым, апай көше тұрыңызшы, пожалуйста, мен IELTS тапсырып алайын, сосын сіздің сабағыңызды оқимын Мен тоже дедім. 2 апта мектеп бармағым вообще. Вот, сол ағылшын апайыма, тарих апайыма бүкіл мұғалімдерге айттым, апай, пожалуйста деймін, хорошо деді. Сөйтіп 2 апта IELTS-қа дайындалдым. И мне кажется, IELTS-та у меня лак сыграл роль. Потому что мен өзім 2 рет дайындалғам райтингке. И то оны Мисарайға тоже жібергем, ол айтқан, дайындал, анау деп дайындалдым. Мен бір темам obesity болды, ожирение, екіншісі environment болды. И маған настоящий экзаменде дәл сол тема түсті, райтингта, obesity түсті. И вечером перед экзаменом мен ойлаған, мне кажется, маған бар чарт или line graph түседі, потому что predictions қарадым да ютубтан. И бірақ ол жақта тек line graph болды, бар чарт болмады. Ладно, бар чарт түссе екен дедім, бардым, бар чарт түсті. И вот у меня тут такая лотерея небольшая сыграла роль. Сөйтіп райтингтан 6 алдым, өзім дайындалған тема болғандықтан. Оған тоже Мисарай үлкен көмектесті, өзімнің кураторыма үлкен алғыс айтамын. Жалпы сонда сен біздің курсты бітіргеннен кейін перерыв алдым дедің, иә? Ортада. Бірақ сол кезде де осы біздің курстың материалдарымен дайындалдың ба? Сонда 2 аптаның ішінде? Плюс кураторларым андай не берген,
сайттар, разные ресурсы бесплатные, типа. Яғни сен курс біткеткеннен кейін де сен не контакт үзген жоқсың, иә, біздің не Каждый день ағылшын, плюс кураторыма жазып оттым. Миша Неркеге тоже жазғам, бір рет съемкаға келгем, тоже айтқан осындай сайттар бар, уайымдама, дайындал, молодец, жете аласың. Супер, күшті. Можно еще кое-что сказать? Иә, әрине. Еще бізде Жүзің студентс группа бар WhatsApp'та. И сол группада у меня очень много знакомых людей, друзей. Я туда кружочки всегда отправляю. Таныйт мені содан. Сөйтіп маған бір бала айтқан, 7+ аласың деді. Маған айтты. Мен айттым, хорошо, алам деді. Как раз өзі наурыз ұбт-дан шықты да. Ой, қаңтар ұбт-дан шықты да. Ой, мен қаңтар ұбт аз алып қалдым, не істеймін деді. Қанша алдың, 80 алдым ба десем. Мен 123 алдым деді. Қуасың ба, в смысле? Аз. Сосын айтады. Ладно, енді сен де не 7 аласың шығарсың деді. Сосын хорошо дедім, вот айтқаны келді. Аузы дуалы екен деп. Неге 9 деп айтпады екен сол бала? Қайдасың сен десе. Күшті, бірақ енді өзің тоже андай осознанно дайындалдың, иә, соған? Я кәдімгідей 2 апта бойы түсіндім, то что если не сейчас готовиться, то болды уже. Қалып қояды, иә, ары қарай. Шынымен де. Мен ойымша уақыты жақындаған сайын керісінше сен андай қорқа бастайсың да, дайындығың түсе бастайды, негізі бар ғой. Андай 2 ай күшті жүресің ана курста қатысып отырған кезде, бірақ өзің дайындалған кезде осы барлық сыналатын моментің сол ғой. Мен ойымша күшті айтты негізі Амина. Поддержка всегда керек сияқты болып тұрады. Әсіресе IELTS-қа дайындалып жатқан кезде поддержка болғанның көзі, мысалға Ярлинға да поддержка, саған да поддержка болды ма неде IELTS-қа дайындалып жүрген кезде? Жоқ, мен негізі Ей, жоқ, ата-анам конечно поддержка етті, бірақ олар түсінбейді ғой. Иә, бірақ не деп. Еще мен негізі дайындалмадым. Мен өйткені IELTS датам, короче, курсым бітті ғой, иә. Тура жазға түсіп қалды да. Мен парым жаза әсер етеді ғой. Сабақ оқыған келмейді, дымсың келмейді. Сосын IELTS-қа бір күн қалған кезде дайындаламын ғой. Анау бірінші рет ридингті, короче, курс бітті. Курс біткеннен бір апта кешен дайындап жүрмін да. Потом бірінші ридинг жасаймын ғой. Тексеремін да 4 балл аламын ғой. Это кәдімгідей истерика ғой же. Күлгеннен ема, прям жамылып кетеді. Сосын нормально алдым бірақ ридинг. Менде тоже IELTS тапсырып результат келеді ғой. 7 деймін. Из скольки дейді ғой папа. Білмейді, иә, бұлайдан. Вот мысалға Жадыгер сол кезде дайындалғанда көбірек десе. Иә, сол ата-анам типа қатты түсінбейді да не екенін, сондықтан ғана қадағалау деген жоқ болды да. И мен сол жазда бір жүре беремін ғой, тапсырамын бір нәрсе қылып деп. Мен наоборот ата-анам полностью прожужжал себе, мен IELTS-қа регистрация етіп, сосын наурызға регистрация етіп жатырмын да, сол жерде тұр ғой IELTS бар ма деп. Сол жерде бар 7 балл деп жазған ғой мен, менде жоқ еді. Соны анам келді, неге 7 дейді, ал ата 8 деп жаз дейді ғой. Мен 7,5 деп жазып қойғам, сосын 8 шықты бірақ. 8 деп жаздың ба сен сонда наурыз ұбт-дағысың да? 7,5 деп жаздым. 7,5 деп жаздың ба? Біле көрдіңіздер ме? Мамасы да соны айтқан 8 жаз деген ғой. Дұрыс, иә, всегда андай жоғарғы нәрсеге былай ұмтылу керексің ғой. Айға ұмтылсаң қалай еді? Айға ұмтылсаң тауда бітесің бірдеңе. Иә, шынымен супер күшті шынымен де. Яғни андай қорықпау керек екен, иә? Бұл жақта даже армандаудан қорқамыз ғой біз. Мысалға, мен үшін былай болатын да. 9 алу андай, ой, it's impossible. Like it's 140-та да ұбт тапсырған кезде 140 алу, it's impossible деген сияқты. Сен 1-2 сұрақтан қателескен күннің өзінде ол impossible деп ойлайтынмын, бірақ кейіннен уже көп адамдар 140 алып жатыр, ойлайсың. Шынымен де армандау керек, соған ниет ету керек, иә? Әрекет ету керек, сонымен күшті болады екен. Супер. Жанелия, сіз сұрақ қандай болды десеңізші? Жалпы IELTS-қа қашан қалай дайындық басталды деген ғой? Әлі сол сұрақтамыз десең. Ағылшынды үйрену from the scratch прям басталды, ол менде 10 класста. Неде прям present simple to be да сол кезде бастағам. Осы өзім мамандығыма түсу үшін сол кезде бастадым курспен, офлайн барып. Бір сол кезде грамматиканы үйреніп шықтым, одан кейін универде мен advantage алдым, сол ағылшынымды дамыту үшін. Вот ол маған жеткіліксіз болды. Содан соң IELTS тапсыру керек болды жаңағы себептер бойынша. Одан соң маған енді сәл қадағалайтын өзім жұмысым, анау басқа барлығы жұмыстармен оқымай қоятынымды білдім де, содан соң курс алу керек болды. Сол English'ті алып, мені қадағалайтын прям дедлайн болатын. Содан соң 2 ай дайындалдым. 2 айдан кейін менің IELTS-тың бағасын төлеп берген соң, одан кейін қай айға, қай күнге қою керек екен 2 айдан кейін тапсырайыншы деп айтқан мысым адамға. Сосын жоқ, 1 айдан кейін тапсырасың деп, тезірек тапсыру керек деді. Сосын 1 айдан кейін тапсырдым. Бірақ анау 1 ай арасында енді менде сессия болды, сонымен өткен ондай қатты дайындық болды деп айта алмаймын, бірақ дайындалдым, иә.
екі ай алсаң мен ойымша тағы да жақсы дайындал болар еді, жақсы бола алады деп ойлайсың ба? иә әрине менде А. еще не беру керек еді спикингке, не еді апелляция беру керек еді, бірақ менде уақыт болмады, миымда қатырғым келмеді, содан кейін ладно дедім. Бірақ 7-де жақсы бал ғой, енді сол балдың арқасында күшті өнерлерге түсіп жатсыз ма, күшті. Жалпы енді осы IELTS-қа дайындалған кезде күндеріңді қалай жоспарладыңдар? Мен ойымша бұл ең маңыздысы осы сияқты дисциплина, иә. Күшті болып андай тау қойып барамын деп сен андай IELTS-қа тіркелесің, или андай IELTS курсқа тіркелесің, ары қарай уже no, what's happening деп андай күнің быт-шыт болып. Себебі сендер тек қана IELTS-қа дайындалған жоқсыңдар, сабақтарың болды, жұмыстарың болды деген сияқты нәрселер. Күндеріңді қалай жоспарладыңдар? Бір техникаларың болды ма? Мен IELTS-қа тіркелдім кешке, 9-да ма 8-де ма, сосын ChatGPT-ға жаздым, маған 2 аптаға план құрып бер, мен 1 февраль IELTS тапсырамын, бүгін 14-те, давай делай деймін ғой, маған дәу шығарып береді. Сосын қараймын, и то мен полностью жасамадым, там несколько қалып қояды, там 3 рейдинг жаса, 4 рейдинг жаса деді. Мен біреуін жасаймын, екеуін жасаймын, сосын үшінші төртін бүйтіп көшіре саламын да, сосын бүйтіп жазып беремін. Ол молодец дейді, ChatGPT, планды следуешь, хорошо дейді. ChatGPT-ді алдап кішкене жүрдім да, бірақ өзімді алдамадым, самое главное, потому что понимала то, что мен көшірген 9 болғанымен өзім жасағаным 7 шығып тұр да максимум. Ну не факт да, то что сосын постаралась анау көшіргенді бүйтіп қарап, анау настоящий вопростарға, что я там сделала, почему именно осы ответ, почему менің ответім келмеді, сондай. Мен тоже GPT использовал. Мен жазғанға типа GPT менде райтинг 5 болып жатыр, қалай көтеремін, анау мен 2 апта қалды дейді, қуасың ба дейді ғой примерно. Сосын өте бір жесткий план құрып берді, бірақ мен ол кезде еще жоспармен оқып жатқанмын, сондықтан менде главный план 2 пункттан біріншісі тірі қалу, екіншісі импровизация. Еще былай ғой ChatGPT-ге таңғы 8-де бітесің, түнгі 11-ге дейін жазып береді да, типа для него не существует то, что мен сабаққа барам, далаға шығам, уақытым бар болу керек, неважно было, сөйтіп оқыдым енді 8-де 11-ге дейін. Күніне 2 есе жаз деген ғой. Күніне 2 есе жасанды интеллекттің айтқан нәрсендер достар 8-ден аласыңдар десе. ChatGPT еще тексерген кезде очень жестокий бар ғой. Иә, үтір нүктесіне дейін кәдімгідей. Апай жетіп қойған рейтинг қылмаған 5,5 қойған ғой. О, вау. Я зато сен андай 5,5 алдым дейсің да, одан тағы да ұмтыласың, иә, ары қарай. Күшті, супер. Қалғандарын мынаның бәрін естіп мен қызығып отырмын, өйткені мен өйтіп IELTS-қа күнімді бөліп өйтіп дайындалмағанмын, шыны керек. Бауым айтып тұр ғой енді. Бауым айтып тұр ғой дейма. Мен өйтіп күнімді бөліп, мен мысалы бүйтетінмін, күніне бір IELTS мок тест тапсырамын, потом 1 аптаға жететін. Жүре беретін, сол менің ең үлкен қателігім, андай жалқау оқта и IELTS-қа бүйтіп серьезно қараған жоқпын, өйткені мен өз-өзіме сендім, менің мақсатым аутобаудан асу керек болды ғой. И мен бүйтіп ойладым да, мен ағылшын нормально ғой, мен аутодан асырамын ғой по-любому дедім да. Жүре бергем. Сөйтіп енді негізі қазір мен планды енді қайтадан перезвать ету бар ғой. Сол енді негізі сол уақытта дайындап жүрген кезде сразу дайындап прям максимально дайындау керек еді деймін да. Өйткені IELTS дейтін ақша бар, уақыт бар, оның бәрі лишний стресс қой. Еще осы жыл тоже стрессовый, өйткені грантқа түсу керек, соның бәрі енді. Сонымен короче өз уақытымды тиімді пайдаланамын. Өзіңнің қателігіңден соны көріп жатсың, иә, сол нәрседен. Басты қателігің сонда сенің жалқаулығың болып тұр ғой мына жақта. Вот көрдіңіздер ме, айтсам Жадигердің ағылшыны өте мықты. Ол қазір енді тағы да біраз дайындалса, ол 7,5-8-ді easy ала алады. Бірақ ол көрдіңіздер ме, дисциплинаның болмағанынан, өзі мойындап жатыр ғой. Тіпті бұл мойындаудың өзі үлкен ерлік. Себебі мен де сондай бұрында жалқау болғанмын десең, шынымен де ол өте қиын, дисциплинаны сақтап тұру, әсіресе қысқа уақыт болған кезде өте қиын болады, ол нәрсені ұстап тұру. Уақыт қысқа болған кезде наоборот. Мен мысалы 2 ай оқыдым, қосымша тапсырма ешқайсысын істемегенмін ғой. Сосын 2 апта қалды, күнде отырдым ғой моктың алдында. Шынымен. Because you have stress, yeah? You get stressed because you have short time. Өмірімде burnout болмаған адам едім мен. Сол 1 апта қалғанда burnout болып кетті жесткий. Күшті, супер. Негізі, менің ойымша IELTS-тағы ең маңызды заттардың бірі де сол дисциплинаның болуы сияқты, күн тәртібінің негізгі болуы. Енді сіздердің барлықтарыңыз өз мақсаттарыңызға жетіп тұрсыздар ғой, бірақ мына жақта ұбт болсын, шетелге оқу болсын, барлығы болсын. Енді менде сұрақ, қандай бір стратегия сендерге көмектесті деп ойлайсыңдар? Араларында енді сендер перерыв алған күннің өзінде болсын, жақсы бал жинап отырсыңдар. Өте керемет бал, негізі бұл нәрсе, жұрттар армандайтын бал деп те айтсам болады. Әр қайсыларыңызда мақсат бойынша, сол бойынша, мысалға, мына стратегия маған көмектесті, осының арқасында мен, не знаю, спикингден осындай алдым, немесе рейтингден осындай алдым деген сияқты бір стратегия бар ма? Андай you're hiding this, gatekeeping this, айтқың келмейтін, бірақ енді бөліссеңдер осы жерде осына. Әр скиллға бөлінетін сияқты. Мысалға, листинг болса, листингта сен уақыт берілген кезде, жауабыңды тексер деген кезде, сен тексермеуің керек, қайта келесі сұрақтарға қарап шығуың керек. Листингта өте уақыт аз,
сен сол уақыттың арасында бүкіл сұрақпен танысып шығып, ну не жазатыныңды, не тыңдайын деп жатқанын біліп алуың керек. Сол үшін лучше уақытты дұрыс үнемдеп, нормально қолдану керек. Сонда анау сұрақтарды қарап шық, тексеріп шық деген кезде келесі частьтің сұрақтарын қарап шығу керек, иә, уже? Супер. Я мен осыны стратегия ретінде айтып кеткім келеді, себебі бірінші, екінші частьтер өте оңай болады, listeningда. Ал 3-4-ке келген кезде қиындап кетеді, academic listening болып кетеді. Бірақ 1 мен 2-де өте көп уақыттарын айтып тастаған. Әсіресе ең басталып жатқан кезде this is your listening test деген сияқты. Иә, осы уақытта көп адам айтады, мен де осыны көп естідім. Яғни сен осы бастапқы уақыттарда сол 3-4 сұрақтарын қарап шығу керек дейді. Соны көп танысып шығу керек дейді, потому что уақыт реально қалмай қалады кейінде. Күшті стратегия айттыңыздар. Мен райтингте бірінші таск 2-ді жазамын, сосын таск 1-ді жазамын, потому что таск 1-ге жазып бастасам беріліп кетесің ғой, 20 минут ішінде бітірмейсің оны. Иә, поэтому супер. 40 минутым бар, бірінші таск 2-ні жазып тастасаң уже анаған полностью сконцентрироваться можно. Еще райтинг таск 2-ге көбірек балл беріледі ғой. Иә, 66-33 деп беріледі, иә, сосын содан бастау керек. Ну типа уақыт жетпей қалады соңына қарай. Мен мынандай заттар естігем, осы дайындалып жатқан адамдардан, бәрі айтады, таск 2-ден баста дейді, таск 2-ні жазады да, и потом таск 1-ге уақыт жетпей қалады да көбінде. Андай бір соңынан бітіре алмай қалады, бір нәрсе болып қалады, бірақ сонда да 6-5 алады да. Мен сол кезде сұрақ қоятынмын, неге ол бір істен толық бітпей қалды ғой деп. И ол кәдімгі экзаменаторлардың өзі айтады екен, ол енді you're not going to give your opinion there. It's just like, stating the facts. Yeah, it's just stating the facts. Yeah, you just describe something, you give the information, already given information. Яғни уже бар информацияны айтқандықтан ол синоним қолданасың, сондықтан таск 2-ге көп уақыт арнау керек дейді, даже 45 минут арнау керек дейді. Что сен 40 минут жазасың, 5 минут тексересің деген сияқты, иә. Сөз саны да көп қой жерде. Иә, шынымен де 250 сөз. Маған 2 апта қалғанда айтты, таск 1-ге ондай қарама, сен таск 2-ң слабый, соған ғана қара дейді. Соны таск 1-ді 1-2 рет жаздым, екеуінде 5 алғам. Нағызда қалай болғанын білмеймін. Супер. Сонда сен 14 эссе жазсаң, соның 2-і ғана таск 1-ге арналды, иә? Иә. 14 эссенің барлығын көрсетпедім, если честно. Кейбіреулер ұяттау болған. Бірақ сонда да жаза берген күннің өзінде ол саған күшті балл алып келді ғой, иә. Райтингті жаза берудің де пайдасы жоқ сияқты. Ну, басқалардан бір пример оқу керек. Соны имитейт етуің керек, либо қандай структуралар қолданды, соны өзіңе алу. Жаза берсең бір түрлі ғой. Жазып, оны тексеру керек. Көзіңді жұмып жазған сияқты боласың. Ну, типа сәл шире қарау керек қой. Иә. Мен мынандай техника естідім. Райтинг жазған кезде сен жазасың, и соны ChatGPT-ге жіберіп, мысалы сен бағалайды, ол 5-5 деп бағаласа енді эссеңді, соны 7-0, 8-0 қылып жазып бер деп айтады екенсің да, и соны жаттауға тырысады екенсің. Ол шынымен де көмектеседі. Сендер солай жасап көрдіңдер ма? Иә. Күшті, иә. Даже мысалға жасанды интеллекттің өзін осылай қолданған өте керемет сияқты ол нәрсе. Мен 5 шыққан райтингімді жіберіп, осыны 9 істеші дедім де. 9 ба, даже 8 емес па? 9-ды жазып бердім, мен оған олай қарадым ғой, танымайтын бір структуралы сөздермен жазған. Иә, 9 деп айтқан дұрыс деп ойлайсыңдар ма? 9 қылып жазып бер деп. Білмеймін, мен 9 деп ешқашан білмеймін, ұялдым ше, ана ChatGPT-дан. Дұрыс қой. Типа, сен 9-ды тексеріп, соның көшесіне хотя бы 7,5-8-де бітіресің. Потом егер 8-ді ғана қарасаң, сен либо 8-де тоқтайсың, либо пониже жаза бересің. Иә. Мен бүйтетін, постепенно көтереді. 5-5 деп шығарып бере ма? 6 қыл. А в чем енді 6 мен 6,5 разницасы неде деп дальше бүйтіп постепенно көтеріп, сол 7,5-ға дейін жеткен шығар. Вау, күшті тоже. Кішкентайдан бастап көре бастайсың да. Бірден жоғарына кетіп қалсаң, сен шынымен жаңағы Ярлин айтпақшы біраз сөздер білмейсің, қиналып кетуің мүмкінсің. Ал жай-жайдан бастасаң, ол күшті екен. Тағы кімде қандай не бар, техника бар, стратегия? Менде вот айттым ғой, 1,5 ай демалыс болды деп ше, IELTS-тан. Но менде прям демалыс болған жоқ, а курс бітті, мен каждый день листинг жасайтын, потому что листинг жақсы көремін. Листинг пен спикинг прям самый күшті андай. Уақыт көп алмайды, ештеме жазбайсың, ну, андай көп зат жазбайсың, тыңдайсың, сөйлейсің, болды ғой. Очень интенсивный ғой. Я отырасың 2 сағат отырып, аналистинг постоянно. Еще интересный, иногда интересные историялар шығады, біреу там в горы собирается, кто-то в пляж. Андай қызық қой, завидуешь еще иногда. Я тоже так хочу деп. Сөйтіп күнде листинг жасайтынмын. Потом листинг біткеннен кейін бір 3-4 апта листинг жасап жүрдім да, потом күнде спикинг болды менде. Мектептегі апайымды попросила и друзей попросила, неде, Жизнь English'тағы. Сөйтіп спикинг жасайтынмын. И еще один бір айтатын зат, вот сіздерде мокта, там, например, листинг жақсы, ридинг жақсы, спикинг пен райтинг төмен болып тұрма, не нужно пытаться, ну, можно постараться, но лучше будет, если жақсы скиллдарды дамытса. Потому что overall балға қарайтындар бар да. Вот сен спикингің 7 болып тұрды, сен райтингқа дайындалам деп спикингің түсіп кетіп, райтингіңда көтерілмей, өзің регрет может быть. Поэтому нужно свои сильные стороны развивать. Мен соны жасадым, сөйтіп 7 алдым.
А так мен көп адам осыны ұмытып кетеді негізі. Ой, мен болды листингта 9-9 алдым, бір неден моктан болды, мен оны қарамаймын дейді, потом соңына келген кезде жаңағыдай төмен балл алып қалса, ол жаман болады, иә. Особенно листинг пен спикингта практика өте көп керек. Ол вот жасалмай қалса ұмытылып кететін заттар. Сол мен негізі аутобесті мен короче маған райтинг пен спикинг қиын берілетін. Мен короче ойладым да, бұл екеуіне қатты уақыт бөле бермеймін, потому что мен типа уақыт азақ қалды. И мен өте аламын да, өзім маған оңай берілетін екі нені, партты, ол екі секцияны, екі секцияны үшін дамыта беремін дедім. Сосын ридинг пен листингті. Сосын листинг екеуін оны дамыта бердім. Сосын так листингтен 8 и райтингтен 7-5 алдым да. Ой, ридингтен не болады? It's okay. Ридингтен 7-5 и листингтен 8 алдым. Соның арқасында мен 6-5 алып тұрмын ғой. А то егер менде анау төмен болса, алмайтын едім деп. Екеуі сол маған қиын берілетін екі секция қиын. Ой, төмен болды. Ол тоже опай спикинг пен райтингті көріп, ай жарайды ридинг пен листингті 9-ға апарасың дейді ғой. Сонымен ғана 8 алып кетесің деген ғой. В итоге сол екеуі мен ең жоғары 8,5 екеуі. Күшті. Негізі шынымен қараңыздаршы, мен мысалға сендердің соны түсінетіндеріңе мен маған қуанып тұрмын. Көп адам негізі осын білмейді, андай райтинг менде төмен деп деп кетеді да. Әрине төмендерді жоғарылап тырысу керек. Мақсатқа да байланысты. Мысалы шетелге оқуға түскің келсе, сенің рейтингің 4 болып қалғандар 9 болса да сен түсе алмайсың, иә? Потому что каждый секцияға байланысты. Бірақ мысалы ұбт-да ол қатты маңызды емес. Каждый секция сен ондай соңындағы overall scoring ғана маңызды. Яғни Ярлиннің басы күшті істеп кеткен осы жерде. Листингтен 8-0 алды. It's a great score, иә? Былай қарап тұрсаңдар. Сол арқылы басты қатты қатырмай, бір күн қалғанда дайындалып, солай 6-5 алып, міне зато 50-50 алып отыр. Кеше Наурыз ұбт-дан ағылшын мүлде тапсырған жоқ, 50-50 алып отыр, иә. Супер, керемет достар. Енді келесі менде сұрақ. Жалпы жаңағы сендер өздерінің дайындалған уақыт бар, барлығы бар. Өкініш бар ғой, бәрінде бір, сендердің бір әттеген айдаларың бар ғой. Бәрібір мысалы даже Ярлиннің өзі 8-0 алғанмен, ол сенде де бәрібір іште бір regret болып тұрады, бір часть болсын. Сол қандай қателіктеріңді келесі тапсырғандарыңда қайталамайтын едіңдер? Қандай нәрсені сендер қарайсыңдар да әттеген мен сол артқа бұрылсам, соны жасайтын едім деген нәрсе бар ма сендерде? Ридинг жақсартатын едім, потому что ридинг? Иә. Менде ридинг өте төмен. Мен андай ағылшынды оқып емес, тыңдап, сөйлеп үйренгенмін да. Содан кейін мне очень сложно дается сол. И менде уақыт болды негізі. 4 ай ғой, былай қарап тұрсаң, 4 ай уақытым болды ридингті жақсартуға, маған тапсырмалар беретін, неше түрлі стратегиялармен қарайтынмын, бірақ оны на фон қойып қоятын да, анау фонға қосып өзім блокпласт ойнап отыратынмын. Вот сол менің самый главный ошибкам болды да, типа информацияны так больше понимаю деп. Но именно IELTS-қа келгенде ол не работает, потому что қарап отыру керек та. Именно қай текст айтып жатыр, потому что там көрсетіп тұрады ғой өздерінің текстін. Просто тыңдап отырасың да, сол неправильно болды. Плюс ең көп адамдарға ридинг жақсы оңай беріледі деп естідім. У вас какой ридинг скор? 8,5. Ридинг негізі 1,5 сағатта бітіріп отырмын. Менде 6 ридинг. Вот сол ридинг, мен даже сұрақтарын полностью қарамадым да, курста болды, там есімде қалған жоқ ол. Өзім сұрақтарын дұрыс қарамадым. Ридингті бір 2-3 рет істедім, 6 шықты, ладно, 6 шықса болды, маған жетеді дедім да. Я лучше спикингіме қарайын деп сөйтіпкен. А так у меня был шанс ридингті хотя бы 7-ге жеткізуге. Ярлинде жарты сағатта бітірдім дедің ба? Ридингті? Ридинг менің тез бітіп кетті, отырдым күттім. Жоқ, негізі ридинг бүйтіп кіріп кетсем мәтінге тез бітесің. Мен мысалы тоже 20 минут қалған кезде бітіріп тастадым. Сосын қайта отырдым, потом қателерімді түзедім. Негізі ридинг оңай біледі. Көп адамға жаңа. Еще ридингта таск бір ровно мен бір сайтта істегенде соған ұқсас шыққан ғой. Иә, апай көбісі қайтадан күледі, білесіз ба? Мен мысалы осы 100-ден көш өзі материал берген, анау не еді? Бридж консол нелері бар ғой. Өзен премиум тесттері бар. Содан қайталадым, бір 5 рет кірмей тұрып, 5 несегім, сол ридингті несегім, не еді? Практика жасағам. Сосын практика жасағаннан кейін мен 2 мәтін содан келді. Вау, супер. Яғни практика бәрібір де көмектеседі екен, иә? И не просто практика, қатемен жұмыс тоже очень важно. А еще IELTS-та типа андай каналдар болады, predictions, бір индусты көрдің ба? Иә, сол индусты. Апай сол келетін негізі не расымен. Мен кірмей тұрып, бір күн қалған кезде райтингтен қарағам, там pie chart, bar chart и график болған. Мен, короче, pie chart пен графикті қайталаймын да, яна bar chart қайталамаймын ғой. Сосын келесі күні bar chart келеді. Блин, андай өкініп кеттім бар ғой, қайталамағанына. Сол райтингті обязательно
бір ғана түрін мастерить етпей барлық түріне қарап шыққан дұрыс, потому что басқа бір түрі шығып қалады саған бәрібір. бір рет болсын көріп шығу керек бәрін сонда. Хотя понимание болу керек, қандай граммар пайдалану керек, қалай жазу керек, вообще қалай ол. Потому что менде өзімде были проблемы с past tense, и мне попалась прям task, который надо past tense использовать. Maps. Да. Екі maps берген, типа, бұрын қалай болған, қазір қалай деп. Қандай регреттер бар енді соған байланысты? Нені білмейтін затыңды көп қарау керек, сен сонда? Грамматика қарау керек еді. Грамматика қарау керек, аха, супер. А еще айта кететін зат вокабуляр жаттау керек. Yeah. И не просто типа жаттау. Вот hot, cold, warm, что-то такое. Просто нужно definitionмен жаттау керек, да? Понимать, где нужно использовать. Потому что hot-ның 10 түрлі синонимі бар. Біреуін погодаға айтады, біреуін суға айтады, біреуін там человекқа айтады. Поэтому нужно использовать там погода күшті болса, андай басқа бір нәрсені қойып қоймай. Вокабуляр сен қалай дайындалу керек деп ойлайсың? Так, вокабуляр мен осы жүзенгіштен эдвайптан беретін вокабуляр типа жатта деп. Бірақ ол вокабуляр сұранбай кететін да. Сосын сол даттамай кеткенмен де вокабулярды кейбіреулерін скип етіп. Сол енді райтингқа негізі вокабуляр өте қатты прям играет огромный роль. Өйткені мысалы эсседе андай қанша сөз жазсаң да, мысалы прям жақсы идеально жазып тұрсың, грамматика бәрі. Бірақ вокабуляр сау болса, по-любому скоро тоже андай слабырақ болады ғой, төменірек болады. И мен вокабулярны тек қана простой сөз жазамын. Райтингқа тек қана простой сөз. Андай академический сөздер жоқ та менде. Содан мен райтингқа қадалдым. Сосын сол регрет өте үлкен прям. Осында академик, яғни қиындау синонимдарын көру керек, сөздерді? Қиындау керек, сол вокабуляр жаттау керек, қиындау. Бірақ мен ойымша өйтіп барлық сөзге, сол барлық сөйлемге академический сөздер қолдана беру, ол тоже дұрыс емес. Это нонсенс қой, менде типа Less is more дегенді естігенмін, иә. Вот здесь ChatGPT очень сильно помогает. Жаңа айттым ғой, типа по полбалла ше, сөйтіп 5 баллдықын берем, 5 балл шығарып береді, и 6 баллда уже просто слово другое. Болды. Тек сөз басқа, а так балл 1 балл үлкен. Мен апайым постоянно ругала за простой вокабуляр. Хотя у меня вокабулярым проблем не было особо. Негізі шынымен де андай IELTS-тың бағалауы бар ғой, қазір интернетте дайын тұр да, негізі соны көру керек деп ойлаймын мен. Кәдімгі мысалға 6-тан 0-ге 7-тен 0-ге сен жазып қояды, лексикон, about жаңағыдай граммаға байланысты, сөздікке байланысты, там структураға байланысты, task response-ға байланысты бәрін жазып қояды. Андай there's a little difference between like 6.0 and 7.0, yeah? Әсіресе task response, like little difference, кішкене ғана айырмашылық бар, бірақ соны жасасаң, ой, шынымен балыңды көтеріп жібереді ол нәрсе. Шын мәнінде. Супер, достар. Тағы да басқа регреттеріңіз жоқ па? Регрет. Қандай нәрсені? Или келесі, мысалға, араларында келесі тапсырам деп жатқандар бар, қалай өзгертер едіңдерсіңдер? Мен ойымша бұл осы нәрсе керек сияқты, қатемен жұмыс ең маңызды сияқты болып тұр дәл қазір. Сол мен барлығына көңіл бөлетін едім. Мен бір ай қалғанда только reading, listeningті жасадым, потому что сол екі section балл көтеріп береді деді, и мен ана жақта адамның инфлуенсы болады, экзаменатордың екеуінде. И вот әртүрлі форс-мажорлар болуы мүмкін, сен уайымдауың мүмкін, а вот мынада екеуінде сен өзің шынайы балыңды шығарып береді. Саған байланысты болады. И сол екеуіне қатты көңіл бөлдім. Менде бір ай бойы ешқандай listening, writing практис болмады. Вот сол барлығын бірге алатын едім. Хотя бы бір реттен бір күнде жасайтын едім, бір реттен. Супер, керемет. IELTS speaking отчасти тест на экстраверт алған негізі. Волноваться ете соңы мен кіріп примерно 5 минут молчать еттім ғой бір сөзбен. Берлин, Стив. Шынымен, иә. Мен өзім оқушыларыма көп айтатын сөзім бар. If you want to learn English, you have to be extroverted person деген шынымен де. Сен егер шынымен ағылшын тілін бір fluent болғың келсе, тіпті, например, IELTS-қа да байланысты ғой, fluency анықтауға байланысты, сен экстраверт болу керексің, андай. Сен андай 0% экстраверт болсаң да, ағылшынға келгенде шынымен көрсету керек нені. Хотя притворяться экстраверт. You have to, fake it till you make it деген нәрсе бар ғой, шынымен, притворяться ету керек, хотя сол бір 15 минут притворяться етеді, одан кейін қайтадан. IELTS вообще в целом ролплейинг қой, райтингта ты будешь притворяться хорошим вот экспертом, типа мен сен сол тем білетіндей жазасың. Қоршаған ортаны қорғайық деп. Супер, керемет, жарайсыңдар, достар, шын мәнінде. Мен неге ридингқа келген кезде менде тоже өзім бітірген кезде мен жарты сағаттан бітіріп тастағам, жарты сағат ерте бітіріп тастадым. Мен өзіме көп көмектескен стратегия осы жерде. Мен ридингті бірінші оқымай, мен сұрақтарды оқимын. Мысалға, бір ридингқа 3 түрлі типті сұрақ беріледі ғой. Каждый типтің алғашқы сұрақтарын оқимын да, мен ридингті оқимын. И прям реально бір параграфтан соны әрқайсының алғашқы сұрақтарын табуға болады. This is how I think I saved some time. Егер сен мысалға бір сұрақты оқисың, оның жауабын табасың, соның бәрін бітіресің да, почти бір текст оқып шығасың
алмайсың. Получается екінші частьте бастағанда ол қайтадан жоғары жақта болып қалуы мүмкін, ұмытып кетесің да. Яғни бір 3 түрлі типті сұрақ келсе, андай бөліп қояды ғой өздері. Сосын әрқайсысының алғашқы сұрағын оқу керек. И сол сұрақтың жауабын тапқанша сен оқисың. Мысалға біріншінің жауабын тапсам, мен уже екінші сұрағын оқимын деген сияқты солай өтесің. Осылай негізі уақыт біріншіден экономдайсың, екіншіден текстті бірнеше рет оқымайсың да, уже бір рет оқып мақсатпен оқисың. Ол шынымен де көмектеседі достар, осы нәрсе. Біріншіден мысалға маған жарты сағатты экономдады, екіншіден жақсы балл алуға да көмектесті. Ол барлығына тоже помогает. Еще ридинг этот по порядку келеді ғой. Вот бүкіл сұрақты оқып шықтың, бірінші сұрақтың жауабы табылды, бірақ екінші сұрақты табылды. Значит, оған дейін уже бірінші сұрақтың жауабы тұр. Вот соған тоже помогает. Сендерде осы балл көтерген кезде енді баста моктарың, например, 6 болған Ярлинда. Сендерде қанша болды бастапқы моктарың? 6 тоже. 6 болды. 5 па, 5 5-6 болды, иә. Сол қатемен жұмыс қаншалықты сендердің балдарыңды көтерді деп ойлайсыңдар? Қатемен жұмыс айтып жатсыңдар ғой, қатемен жұмыс жасау керек. Қалай жасау керек оны вообще? Мен ридингті жасадым, қатемен жұмыс. Ал листингті мен өзім білдім да, жақсы істейтінімді. И менде кішкене читинг болды. Там бір әріп кетіп қала ма, қате. Ладно, нормально же. It's okay. Только одна буква, ничего страшного. Қалып кетті ма, it's okay. Иә, сөйтіп не қылатынмын, сол қате болды тоже кішкене. Бірақ мен настоящий листингтан больше, чем ожидала. Ойладым, бір 5 алады шығарым, 5,5 алады шығарым деп қорыққам. Бірақ читинг жасамау керек. Еще андай мысалы мок ішесіңдер ғой, иә, сол кезде қиынырақ жасау керек, мок IELTS-та қиынау керек, чтобы вот кәдімгі IELTS андай оңай болып келу үшін. Өйткені мен ридингтен жасаған айттым ғой, бір күн жасадым деп, бір күн қалған кезде ридингтен 4-5 алдым деп. Ол прям қиын текст болатын, прям өте қиын. Анан өмірде көрген сөздер ғой, ұра бердім бүйтіп. Сосын короче еще 3 рет тапсырамын ғой соны, қайтап сол қатемен жұмыс жасап. Сосын ең соңғысы 6-5 алдым, сол қайтадан жасап. Сосын енді содан кейін барлық текст оңай болып көрінеді. Оқу да оңай, жасау да оңай. Сол моктарда андай қиынырақ таңдау керек. Негізі listening, reading, writing барлығы мокқа қарағанда оңай шығады. Мен IELTS онлайн тесттен жұмыс істеген бұл жерде прям өте қиын болды. IELTS онлайн тест маған көп рет жасадым. Listening максимально 6 шығарып берген. Вот қиын да, но понимаешь то, что IELTS-ның өзінде жеңіл болады. На самом деле солай, IELTS-ның өзінде. Мен ойымша сендер потому что өздеріңді үйретіп тастайсыңдар да сол қиын затқа. И оңай келген кезде мен былай жасайтынмын, негізі осы тоже стратегия деп айтамын. Мен листингті ешқашан 1x-пен тыңдамағанмын мен. Үнемі 2x-пен тыңдайтынмын листингнің барлығын. И менде 2x-пен тыңдаған кезде өзім өмірімде тез сөйлеймін, өзімше андай болжаған адамдарды ұнатпаймын да негізі. И листингті 2x-пен тыңдаған кезде маған андай жауабын табамын, и соответственно жете алып қаласың андай. Сондай да, ол көп бала алмайсың, потому что мен бірақ IELTS-қа келген кезде анау кәдімгідей слоу болып көрінді маған бар ғой. Реально, например, 0,75-пен тыңдап жатқан сияқты чувствовала бар ғой. Оңай табасың, ана күтіп отырасың да, мынауға дейсің да, потом келе жатады, я сол екен ғой деп табасың. Шынымен де ол мен 8-5 алғанмын listening парттан. Ол шынымен де көмектесті. Шынымен 2x-пен тыңдасаңдар, енді баста ағылшын тілінің төмен деңгейің төмен болса, listening төмен болса 2x-пен тыңдау, конечно, I don't recommend, but if you think that you're better at listening, I think you should like put it to like 2x and then it gets easier in the real test. Бірінші тестингде мокым прям меня испугал, потому что мен IELTS онлайн тестқа бірінші рет кірдім. Бірінші тапсырым мен маған Тадж Махал туралы индийский акцентпен сөйледі ғой. После этого содан кейін листингде қорқып қалғам, бірақ оказывается болып шықты бірақ. Оңай болып шықты ма? Жалпы сендер қандай тапсырдыңдар, кстати? Paper based па или компьютер не ма? Компьютер. Менде paper. Paper? Иә. Сіздерде? Компьютер. Бәрі компьютер, иә? Мә қызық та. Жәдігер кәні өзің неге? Мен білем, білесіздер ғой бақтарыңыз, компьютерден 3-4 күнде жауап шығады, ол нәрсе. Менің бір күнде шықты. Қазіргі таңда негізі бір күнде шығып жатыр, ал paper based қанша күнде шықты? 2 аптадан кейін. Неге сен, давайте, плюс-минустарын айтып көрейік. Ол менің ойымша, компьютерда да, paperда да плюс-минустары бар. Давайте бірінші сіздерде көп қой, менің компьютер based не үшін таңдадыңыздар? Райтингта. Listeningта ыңғайлы. Әркімде өзінің наушнигі болады. Жоқ, paperда то же самое. Paperда наушник береді бәріне. Нет, райтинг, компьютерде сен райтингті как хочешь изменять етесің, ол жаққа копира ставить. Мен потому что райтинг жазған кезде 2 параграфты орынмен 3-4 рет алмастырдым. Paperде ол істеймін мен. Мен өзім никогда қағазбен не практиковалась. Райтингті да, ридингті да, листингті да. Сайт ашасың, дайын тұр, тексеріп береді. Так легче же, по сути. И результат та тез шығады. 1-3 күнде мен ойладым. Ладно, бір енді күсе тұрамын енді 3 күн деп ойладым. Бірақ бірі тапсырдым, екісі менде обедте уже результат болды.
Аха. еще райтингта астында саны тұрады ғой. иә санап керек Word емес count болып тұрады. Мә, Жәдігер көп плюстарын айтып кетті. Ридингта Давай еще, ридингта можно просто слова скопировать из текста. и там можно хайлайт сделать Highlight ридингта. жасауға болады еще. Давай, Жәдігер, your time to shine. Так, мен пейпер бейс таңдағанмын, өйткені мен білдім анау стресс болады ғой. Ең басынан басталады ғой listening деген кезде. Мен аңға мышканы қозғалтып әріптердің бәрін жоғалтып аламын деп. Поэтому қойшы дедім да, өзіме сенбедім. И мен бүйтіп компьютермен көп жұмыс істемегенмін осы уақытқа дейін. Сондықтан дайындалған кезде тоже тек қана пейпермен дайындаламын. Сондықтан пейпер бейс таңдадым. Еще пейпер бейс не знаю, оңайырақ маған менің ойымша. Уақыт көп беріледі. Уақыт көп беріледі, жоқ уақыт көп берілмейді. Нет, там типа 10 минут артық береді. иә 10 Листингда минут. чуть-чуть На болады. Так, листингта пе- тек қана ансер шитқа жазуға ғана болады. А так бәрібір де емес па? Иә, қалғаны басқалары да. бірдей. Басқалар бірдей. Мен ойымша Жәдігер егер компьютермен дұрыс қолданылмаса, ол компьютер бейс таңдаған кезде ол вообще дұрыс болмайтын еді, иә. Компьютер ориентед болмай қалатын еді. Және де компьютердің бір жақсы жері сызасың ғой ана параққа былайынан. Ана хайлайт дейді, мышкамен басып отырған, таңдап отырған кезде уақыт it takes time, especially for listening, yeah, I think. Сен listeningта хайлайт жасауға уақыт көп кетіп қалады сенде. Білмеймін, бола ма не жасауға. Я не делала. Иә, Highlight жасауға туралы- болмайды дейді көбінесе. Мен хайлайт туралы қазір естіп тұрмын. Ридингта можно еще выбирать белым на черный или черным на белый. Мен сөйтіп ауыстырып отқам ішім басып кеткенде. Жоқ, мен тоже типа хайлайт жасағанмын ридингті. Разный 3 ручка келгенмін. Біреуін карандаш андай прям ответтерін белгіледім, ал қалған ручкалармен типа настоящая информация, но бір нәрсе. И тағы не? Мысалы, мне кажется, индивидуально, типа райтингқа келген кезде, мен мысалы жақсы ойлаймын, когда карандашпен жазған кезде, бір ручкамен жазған кезде, маған поток мысли келеді, бір жаза берсін, нон-стоп, бүйтіп кете береді. Менде сондай болды. Ал мен райтингпен ноутбукпен жасағам, мен вообще бір қанша 50 сөз жаздым, бір 20 минутта. Өзіңді білуің керек қой, чтобы выбирать. Ой, реально өзіңді білу керек. Күшті сөз шынымен де. Мысалға маған тоже компьютермен жазған ыңғайлырақ болды. Бірақ достар, мен неге IELTS тапсырған кезде клавиатурасы вообще басқаша болды. Менікінің клавиатурасы бір-біріне жақын тік жаза саласың да, ана жақта келгенде тік осылай басып отырасың, реально. Анау баяғы заманның компьютерлары бар ғой, ондай үлкен. Вот сондай болды да, маған мен біраз уақытымды алып қойды сол нәрсе. Кәдімгідей бүйтіп басып отырған сияқты оның кәдімгідей бар ғой, үлкен кісілер ұқсап былайынан. Сондықтан шынымен де өзіңді тану керек иә бұл жерде. Күшті. Осы жерде бір нәрсе айтсам бола ма? Кринж история туралы только есіме түсіп тұр. Анау компьютерда листинг пен ридинг қағаз берді ғой, розовый қағаз береді ғой. Мен ол қағаз білмеймін не үшін берген. Тұрамын ридингқа келемін, андай күшті сөздер, advanced сөздер да. Я эти слова знаю, но миымда өздері не появляются. Тұрамын жазып аламын ана сөздерді, күшті сөздер, райтингті пайдаланамын деп жазып аламын. Ридинг бітеді, мен қағазын тартып алып, бүйтіп маған қарайды, анау жүрген адам, мен бүйтіп бетіне қараймын. Жаман ұялғанмын сол кезде. Вот сол есіме түсіп кетті. Жоқ, ол барлық парақты алып қояды, сен жазсаң да жазбасаң да сен неден ридингтегі парақты Сол он алып просто қояды. так на меня посмотрел, осуждающе ойлап қоямын, мынау не болды деп. Менен алмады негізі. Алмады ма? Жоқ, ридингта 30 минут қалған сол жерге жасап отырамын. Одан кейін парағың сенде райтингқа қалды ма? Иә. Потому что менің парағым полный болмаған, типа пустойда көрінді. Пустой болды ма? Иә, Может, пустой одан соң болған. алмаған шығар. Сол үшін мені тартмаған шығар. Нағыз не істеген деп па? Мындай жазып шығады деп ойлайды ғой, типа. Иә. Келесі. Мен сол үшін негізі жасағанмын. Шынымен достар, олай жасамаңдар десең, лучше естеріне сақтап қалыңдар деп. Негізі мен ойымша қазіргі таңда күшті айтыңдар, бұл paper based па или компьютер ориентед па, ол адамның өзіне байланысты. Егер сен шынымен де жазған кезде әсіресе райтингқа байланысты бұл жерде listening пен readingқа бір there is no big difference. Кішкене ғана айырмашылық болып қалуы мүмкін, бірақ әрқайсысының плюс минустары көп. Мен ойымша reading пен listeningқа даже paper based'та плюс көбірек сияқты. Сен кәдімгі сызуға мүмкіндігің бар, бүйтіп өшіріп тастауға мүмкіндігің бар. Ана жақта бір қатты олай нәрсе жоқ та. А вот неде райтингқа келген кезде бұл жерде разница байқалады. А вот ол кезде сен өзің тану керексің. Мен андай тез жаза аламын ба, жаңа Ярлин сияқты мен андай бірінші мейн параграфта жасап кейін мен интроға көшемін ба, ол қалай жаза аламын, иә? Мысалға кейбір адамдарға сразу интродан бастап жазған күшті да, сол кезде ойында структураны болады. Ал кейбір адамдарға бірінші керісінше мейн парттан бастап, мейн бодидан бастап кейін интро мен конклюжнға кіреді деген сияқты. Содан I think the best choice is to first to know yourself, yeah, to know yourself which side of you is better. Like, are you better at writing on paper or on computer? So I think practice makes it perfect, yeah. So практика көп жасап. Қандай практикасы етсең, сондай тапсырсаң дұрыс қой негізі. Шынымен. Өміріңде клавиатураны ұстап көрмеген болсаң, компьютер неге тапсырасың? Иә. Компьютердің плюсын айтайыншы деп. Андай listeningта кейде бір бас әріппен жазатын сөздер болады. Соны сен кішкентай әріппен жазып қойсаң, сенде -1 балл. Вот соны сен капслокты қойып, бәрін сол заглавную букву жазып тастасаң болады. А вот рейдингта
yes no not given, true false not givenді екеуін шатастырып алсаң тоже балың кетеді. иә Paper based, мен өзімді парақпен дайындалған кезде мен yes no not givenнің орнына true false деп кетіп қалатын солай. Вот соған да минус балл алып қала аласың, ал ана жерде просто тик кете саласың. қанша рет өзгертсең сонша рет өзгерте бересің ғой. иә супер Ана жақта өзгерте алмауың мүмкін. менде ондай проблема ладно верим жоқ енді мысалға мен ойлаймын осыдан бірнеше жыл бұрын қалайсам болады бірнеше жыл бұрын тапсырған жылдан бірнеше жыл бұрын тапсырғанда мен де paper based таңдармын деген сияқты қылып ше себебі дайындыққа байланысты ғой мен де пейпермен дайындалғам көп егер сен компьютермен дайындалсаң лучше you should better take computer oriented. Давайте енді жақта біз структурасын айтып жатырмыз, сендердің қателіктермен жұмыс жасап жатырмыз, бірақ мына жақтағы ең маңыздысы бұл жерде бізде мотивацияны жоғалтып кету ғой. Жаңағыдай тым жақсы дайындап келе жатасың да, бірақ мотивацияң құриды, бәрібір дисциплина мықты болғанмен де саған бәрібір алға жылжуға мотивация керек, иә. Бір нәрсе сенен андай үміт керек қой. Сендер қалай до конца мотивация ұстап тұрдыңдар и және де қалай сол мотивацияны жоғалтып алмауға болады? Жоғалтып алдық қой деймін. Жоғалып кетейін арасында деп. жоқ негізі ең басында негізі мен ойымша дисциплина құру керек, и через дисциплину мотивация появляться етеді ғой. Өзің дисциплинаны оқисың и мог то мысалы 8 баллдың и 8 балл алған көресің да, это же мотивация ғой. Я могу больше, я могу выше больше брать. 8 деп алсам, еще тағы бір мотивация, мысалы 100-ден көшіп приз береді ғой. Иә, Приз иә, береді, еще там алдына лотерея болды вроде, типа какой-то странаға ұшуға нәрсе. И тағы бір зат түлек болсаң 100-ден көшсің, мысалы алдында қай жылы, ой 2024-те күзінде жасадыңыздар ғой сіздер. Сол мотивация ғой бәрі. Күшті айтты. Мен ойымша андай, ой мен андай үміт там 8-ден 0 аламын, 9-ден аламын деген үміт ол мотивация емес сияқты, саған бір андай материалды мотивация керек болып тұратын сияқты, иә. Андай соңында сен біреу бәрі құттықтайтынын көріп тұрасың да, и сол кезде бір андай күшті сезім болатын сияқты. Мысалға Ярлин ол телефон бердік иә саған біз. О қалтасында тұр, ана қалтасына кіріп тұр олайдан. Қандай телефон алдың? iPhone 16 Pro Max. Қазіргінің потологын алдың, иә. Қалай болды саған сол мысалға? Сен күткен жоқ сияқтысың даже телефон аламын деп те. Менің басты мотивациям негізі избавиться от чувства вины болған ғой. Потому что сен УБТ-ға дайындалып жатырсың, и сенде постоянно бір ощущение болады то, что бірінші сен еще IELTS тапсырасың ғой, неге дайындалмай жатырсың? Сен IELTS тапсыруың керек, сен IELTS тапсыру керек деп жүресің да, сосын мә 140-пен дайындаламын ба, 100-пен дайындаламын ба деп сонымен давай IELTS-ты бітіре салайын наурызға дейін деп солай жүрген ғой мен. Бітірсем мен жүремін, свободный боламын, бос уақыт пайда болады деп. Сол үшін тапсырып тастағанмын негізі. Бірақ соңында мысалы сен сыйлық алдың ғой, бәрібір де приз алдың. Қалай сезім болды сенде? Очень долго обрабатывал, негізі не болып келген. Сенген жоқсың ба? Жоқ, келгенде тоже адамдар айтты ғой, типа, неге сенде эмоция жоқ? Мен отырдым, мен айттым, типа, мен ештеңе түсінбей жатырмын, не болып жатыр деп. Потому что 8 как будто ондай үлкен результатта көрінбеген өзім үшін. Вот басында типа шок болады. Мен 7 алдым, мен 8 алдым, потом бір күннен кейін понимаешь, что можно было лучше сделать. This is called imposter syndrome, guys. Yeah. Яғни бұл imposter синдром ешқашан сен андай достаточно көрмеймін. Даже бұл прикиньте Эйнштейндардың өзінде болған синдром. Яғни ол somebody can do it too деген сияқты ғой. Енді ойлаңдаршы Эйнштейннің өзі. Тіпті психологтарда болады ғой. Психологтар өздері не екенін біледі, бірақ бәрібір синдром самозванца болады ғой. Иә, Деңгейге жеткен соң больше хочешь. Да, вот всегда. Вот менде мотивация, особо менде мотивация болмады. Менде просто хотелось оправдать ожидания. Маған қанша адам сеніп отты. Вот айттым, мен IELTS тапсырамын, мектептегілерге де айттым, друзьям говорила, қашан тапсырасың, анау мынау деп сұрады. Сосын, мне кажется, мой плюс был в том, что мен бірінші ойландым да, не үшін мен тапсырамын IELTS деп. Мен бір ай жылап шыққан шығармын. Мен IELTS тапсыруым керек, мен мынаны оқуым керек, рейдинг жасауым керек, мен не істеймін деп жүрдім. Просто менде апатия болды да, бір ай бойы. Но мен через не хочу тұрдым да, листинг жасап жүрдім сол жаңағы 1,5 ай бойы. IELTS-қа өзімді морально дайындадым. Потом физически дайындалып бастағаннан кейін уже маған поддержка беріп бастады. Вот сен жаңағы бала айтты, жете аласың, подружкам айтты, жете аласың, Мисарай тоже айтты. Не волнуйся, аласың нормально, у тебя хороший балл, этот уровень деді да. Все хорошо деп мектептегілер бәрі сенді, и вот хотелось оправдать ожидания. Мен негізі бірінші өзіңнің мотивация ол өзіңнің андай expectation'ды шығу. Маған еще Ярлиннің айтқанына андай сен ортада дайындалған ол бәрі басқаша, иә, сен курста дайындалған себебі сенде соңында кстати достар осы жерде айтып кетейін, Ярлин прям Жадыгер прям күшті айтты бізге мына жақта. Ол бізде қазір өте күшті, мысалға 140-та оқып жатсыңдар ғой сендер қосымша. Например, IELTS тапсырып 140 алсаң, ол машина алмайсың негізі ше. Бірақ сен егер именно 100-та оқып тұрып IELTS-тан например сендер уже 50-50 алып тұрсыңдар, енді сендерге 140 балл алуға
ғана қалды. It's easy guys. Ар жағында оңай ғана қалып тұр десең. Егер 140-тан 140 алса, осы IELTS тапсырып, жүзеңкі арқылы сендер машина алуға мүмкіндік бар сендерде. Вот сол күшті бір мотивацияның бір ең патологы деп айтсам болады. Сен машина аласың, it's impossible. Және де егер енді Ярлиннан асып түсіп 8-де бал алсаңдар, сендер кез келген мемлекетте тегін саяхаттай аласыңдар. Жалғыз өздерің емес, өздеріңнің сүйікті мұғалімдеріңмен. Мен осы жақында ғана, осыдан бір 3-4 күн бұрын ғана келдім саяхаттан. Оқушы 4 деңгейде күшті аяқтаған, ол қыз Японияны таңдап саяхатта келдік. Яғни Америка таңдауға болады, Антарктида таңдауға болады. It's up to you, реально. Ғарышта таңдасаңдар да ала береді десең, Япония таңдаған келе ма сен? О, күшті. Және де 9-дан 0 алсаңдар, білесіңдер ма, не алатындарыңды? Білмейсіңдер ма? Шетелге. $18. $10,000 ән көріңдер ма? $10,000 аласыңдар, 9-дан алсаңдар. Стипендия ғой бұл жүзіңтен беріліп отырған. Это сколько теңгеде? Қанша теңге достар, есептеңдер кәдімгі. 5 миллион теңге. Иә, күшті. Енді ол курстың өзгеруіне байланысты ертең көбеюі де мүмкін. $10,000, $10,000, it's amazing guys. Сондықтан бұл мен ойымша, бұл кішкене болсын сырттан келіп жатқан мотивация болғандықтан бұл әсер керемет болады. Мысалға, Ярлин ол айтып жатыр да, например, мен күткен жоқпын, бәрі алып жатыр ғой деген сияқты болды, бірақ андай iPhone бәрі алып жатқан жоқ қой, мысалға, IELTS тапсырғандар үшін андай expectation бір күшті болып отыр. 5 миллионов. Иә, күшті, иә. Қатты синдром содан шығып кетеді ғой, типа, 8 алып сонша подарктар, мен сонша внимание, ана жақта менің досым 8 жармаған, 7 жармаған деп ойланып кетесің ғой. Бірақ зато сен соған лайықты болдың шынымен де. Міне бұл курста оқудың бір плюсы деп ойлаймын, себебі сенде поддержка беретін адамдар көп, иә. Сол самозванцаға, импостер синдромға кіріп бара жатқан кезде сені былай шығарып алады деп ойлаймын, сол нәрсенің өзі. Давайте достар, енді біздің подкасттың соңы таяп жатыр. Соңында сендер өздеріңнің бір кеңестеріңді айтып өтсеңдер, IELTS тапсырғысы келетіндерге. Алдағы IELTS тапсырғысы келетіндер өте көп, бастай алмай жүргендер бар, қорқып жүргендер бар. Сендер өздеріңнің бір қысқа кеңестеріңді айтып өтсеңдер, соларға көмектесе алатындай. Қысқа болмаса бола ма? Давайте бір кеңестеріңді айтып өтсеңдер. В первую очередь, адам өзі түсіну керек, мен не үшін IELTS тапсырамын. Ради галочки болса, то не надо. 89 мың теңге кетеді, там ұнамайтын баға алып қалса, тоже обидно болады да, андай самооценкаң түсіп кетеді. Потому что есть другие тесты альтернативные, там ұбт-ға да саналатын, или просто ұбт-ның ағылшын тапсыра алса болады да. А если там шетелге түсіп кәдімгідей, просто нужно понять, why am I taking this test, why am I taking IELTS, why do I need it, соны түсіну керек. Содан кейін барып дайындықты бастау керек, именно морально дайындалу керек. Вот многие люди совершают ошибку, бірінші тұрады, зубрить ете береді, бірақ тестке барғанда, там, зубрить етеді, бірақ моктан жақсы алады, 9 алады, и лысникқа барады да, мен моктан 9 алып жүрмін, тыңдап отырады да, мен қанша алады екен, мен 5 алам ба, 4 алам ба, может 9 алам. Вот люди overthinking, у них моральной подготовки нету, that's why they overthink, and their score goes down. Поэтому нужно сначала морально подготовиться, и только потом уже начинать структуру, қарап, если қиын болып бара жатса, перерыв алып, ешқайқа асықпау керек, если сроки не поджимают. Сөйтіп, в своем темпе, біреу 2 апта дайындалды, 7 алды, біреу 3 апта дайындалды, 8 алды деп емес, өзіңнің темпімен, өзіңе қалай ұнайды, өзің қалай дайындала аласың, қай скиллдарың жақсы, соны дайындау керек. Күшті. Тағы қандай кеңес бересіздер? Мен айтатын кеңесім It's okay. Дисциплина құрау, өзің андай жалқаулығымен күресу, және сол мақсатына жету үшін бірінші мақсат қою керек, қандай баға аламын. Мысалы, мен мақсатым болған жоқ та, мен жүрдім, ауттан асырсам болды деп жүре бердім. И мен өзім андай full потенциалымды ашпадым да. И сондықтан соң кесірінен мен андай, нормальный баға, бірақ мен үшін төмен да, мен екен білем да, жақсы баға алады екенмін да. Одан да не жоғарырақ. Сонда бірінші мақсат, одан кейін дисциплина, иә? Сөйту керек. И негізі мотивация іздеп жүру бүйтіп қатты маңызды емес, өйткені жаңа айта кеткендей, дисциплина арқасында мотивация тоже появляться етеді. Сол мақсат пен дисциплина. Тағы? Мен тесттің структурасымен ғана андай практика жасай бермей, reading, listening, writingдарды ғана қарай бермей, не істеуге болады, экзамен кезінде не істеуге болмайды, соны да қарау керек. Потому что сонша уақыт дайындалып, кейін сен шығар жіберуі де мүмкін, бір ғана қателік үшін, жаңағы ID картты ұмытпау деген сияқты. Одан бөлек мысалға не істеу керек, қатемен жұмыс жасау керек, жаңағы айтқандай анализ прям жазып, мынау не үшін спеллингтан мен неге қате жіберем, и новый сөзден білмей қалып қателессең, оны жазып алып, мына сөзден мен білетін боламын деген сияқты. Күшті.
Супер. сосын өзіңнің ой минус плюстарыңды қарап қайсымен жұмыс жасау керек екенін. сосын тек кембридж анау мынаумен дайындала бермей ризингта, например, очень много вариаций, которые можно выполнить. Статьяларды оқуға болады, инстаграм пост біреу Хейли Бибер салады, жазады толтырып, соны можно прочитать, потому что это тоже практика, ыңғайлы болады да, и скорость-то увеличивает. Күшті. Ал енді біздің подкастымыздың соңында 8-0 алған Ярлиннан біз ақыл кеңес сұрайық, IELTS тапсырғысы келгендерге. Я бы сказал, you should romanticize your studying, because ютубта видеодан көріп алғам, честно скажу, бірақ сол жерде бір өте қызықты ой келді. Қалай дейді, сен жақсы көретін ісіңді іздеме, сен істеп жатқан ісіңді жақсы көр дейді ғой. Сен қазір оқып жатсың ба, сен өзің оқып жатқаныңа мә оқу керек, меня заставляет дегендей емес. Мен оқып жатырмын өзімнің тілегімен, өзім оқып жатқан маған ұнайды деп ойласаң, сол кезде бёрнауттың шанстары өте төмен де. То есть бір үлкен іс атқарып жатқандай боласың да өзің. Романтизация деген сол ғой негізі. Типа сен жай ғана экзамен емес, мен үлкен бір не знаю, высокий скор алып, рекорд қойып, білмеймін, өзімді жақсы көрсетемін деп тапсырсаң, сол кезде бёрнаут болмайды. Иә. Супер, керемет. А так секрет жоқ менде, учить английский. Иә. Английский білсең. Бірінші кезде ағылшын оқы, потом do what you love, yeah? Or love what you do. You should love what you do Yeah. right now. Yeah, amazing. And you should romanticize your studies. Окей, достар, осымен біздің подкаст соңғы мәресіне жетіп жатыр. IELTS тапсырғысы келетін барша студенттерге біз сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта сіздер де осы студенттер сияқты жоғарғы балдарды көрсетіп, осы студенттер сияқты еңбек етесіздер деген сенімдеміз. Себебі еңбектің түбі бәрібір де жеміс. Не ексең соны ұрасың деп қазақтың мақалы бар. Яғни дайындалыңыздар, сол кезде ғана осы біздің студенттер сияқты жоғарғы балдарға қол жеткізіп, жақсы сыйлықтарды алатын боласыздар. Сіздермен бірге болған Juzzing Students және де Miss Pal. Thank you so much for watching this podcast until the end. See you next time. Bye, everyone. Bye. А можно Bye-bye, я кое-что guys. скажу? Фразу. Я, короче, недавно сама ее придумала, не знаю, может, кто-то придумал. Типа, it's never late to start, but it's always early to stop. It's never too late to start. Stop. Ne- Ой, start. Yeah, it's never too late to start, but never too early to stop. Amazing. So thank you so Ладно. much. Bye-bye. Bye, guys. Bye.